Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі подкастымыз жындар әлемі деп аталады. Адамға әртүрлі көз тию мүмкін, адамға сиқыр жасауы мүмкін, әртүрлі уәсуастар, ойлар жіберуі мүмкін, адам бойында әртүрлі аурулар болуы мүмкін да. Сондықтан бүгін подкастымызға қонаққа Бауыржан ағаны шақырып отырмыз. Бауыржан аға, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Бауыржан аға, адамдардың сондай бойында жындар, уәсуастар, сиқырлар жасалғанда, мысалы көз тию дейміз, әртүрлі сондай бір көзге көрінбейтін тылсым әлем ғой ол бір. Сол тылсым әлемде адам бойындағы бүкіл жаманшылықтан рухия оқу арқылы тазалайды. Иншаллах, Бауыржан аға, сізге бірінші сұрағымыз, жындардың әр түрлері болады, аттары болады. Сол туралы бізге қысқаша ақпарат берсеңіз. Жындардың түрлері ондай көп деп те айтпаймын. Ифрит деген жындар болады. Өздерінің әлемдерінде олар үлкен болады. Үлкен великан дейміз ғой, великан секілді, сонда үлкен болады. Олар баяғыда пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, бүкіл әлемді көзді ашып жұмғанша бір айнап шыға алады. Сонша үлкендігі, жылдамдығы да мықты. Сосын марид деген жындар болады. Марид деген Софат сүресінде «Уахифтан мен күллі шайтанин марид» дейді Алла тағала. Біз сіздерді шектен шыққан шайтандардан қорғаймыз дейді. Сол шайтандар, олар негізінде тікелей иблис лағнатулланың ұрпақтары болып есептеледі. Олар иманға келмейді. Сосын тәкаппар болады олар. Сосын олар өздерінің жындардың королімін деп есептейді. Тәкаппарлықта соншалықты рухи оқу өтеп жатқанның өзінде де берілмейді оңайлықпен. Өліп жатса да сол тәкаппарлықпен өледі да. Сосын жаңағыдай неше түрлі бейнеде кіре алады бұлар. Неше түрлі бейнеде кіре алады. Ит бейнесінде, мысық бейнесінде, тигр, медведь дейміз ғой, аю. Сосын даже былайша айтқанда құрт құмырсқаның бейнесінде кіре алады. Шыбының бейнесінде кіре алады денеге. Сонда ағзада жүреді. Әркімдік әртүрлі жаңағыдай неше түрлі мақлұқтардың бейнесінде кіре алады, ене алады да жаңағыдай. Перевоплощение дейміз ғой орысша. Сондай оларда қабілет бар. Сонда денеде неше түрлі бейнеде жүреді. Неше түрлі дауыстар шығарады. Сосын влюбленный жин деген бар, ғашық. Ол кәдімгі жындар адам бойына кірген кезде, мысалы әйел адам болсын, ер адам болсын, ғашық болып қалуы мүмкін. Ғашық болып қалады да, сонда өзінің әйелін болмаса күйеуім деп ойлайды. Сол денеден шыққысы келмейді да. Сол көбісі айтады, ол жынды ұзақ шығарады деп жаңағыдай, негізінде оған қарамайды. Жын болғаннан кейін бәрі бар да, ол влюбленный жин ба, летающий жин ба, кез келген жынды шығаруға болады. Әркімнің уақытына байланысты да енді. Жасалған әрекетіне сиқыр болды ма, көз тиюмен кірді ма. Сондай нәрселер бар да. Сол асылы солар енді. Неше түрлі бейнеде бұлар еніп, бейнеге еніп, сөйтіп кіре алады адам денесіне. Ағзада жүре алады. Жаңа айтып өттіңіз, адам бойында жын болған кезде қандай белгілер береді? Мысалға рухияны оқып атасыз ғой. Сондай кездерде қандай белгілер беруі мүмкін? Сіздің практикаңызда болды? Енді оны былай айтқанда, бәрінікі бірдей емес. Бізде адамдар көбінесе үйренген, жын оқып атқан кезде жаңағыда айқайлап, шыңғырып атады ғой, жаңағыда атылып атады. Енді менің практикамда, менің тәжірибемде 95% вообще ешқандай сыр бермейді. Жаңағыда 4-5% қана болым, жаңағыда айқайлап не алатында. Көбінесе тығылып отырады. Әсіресе мына рухия келгенше де неше әрекеттер жасайды, адамдарды мазалайды, ұйықтатпайды, қылғындырады жаңағыдай. Түрлі әрекеттер жасап, намаз оқытпайды, Құран оқытпайды, жаңағыдай отбасының берекесін алады да, сөйтіп үйлерінде мазалайды жаңағыдай. Рухия келген кезде, диагноз жасаған кезде, бірінші күні диагнозға беру мүмкін да, одан кейін талып қалады бірден. Жаңағыдай жын жоқ сияқты болып та, тым-тырыс болып қалады. Сосын ары оқып жатсаң, кейбір адамдарда 4-5 күнге дейін бермейді. Кейбір адам 2 аптаға дейін ешқандай не бермейді, сыр. Тыныш жатады, шыдап жатады да. Сол кезде адамның келгеннен кейін азғыра бастайды, ой салады да. Сен барасың, ешқандай пайда жоқ, ешқандай нәтиже жоқ, сенің ішінде жын жоқ деп сондай ойлақтырады. Құрбасы ақшаңды ұртыласың деп жаңағыдай азғырады да енді. Кейбіреулер екінші сеанстан береді. Екінші рет келген кезде, оқыған кезде құлап атады мысалы.
сосын көбінесе адам бойында жын болған кезде, рухи оқыған кезде денесі ауырлай бастайды, зіл басып ауырлай бастайды. Болмаса бас үйіп қалады, болмаса жаңағыдай қол аяғы үйіп қалады. Енді айтып отырмын ғой, жаңағыдай немен кіргеніне байланысты, көз тиюмен кірді ма, сиқырмен кірген болса, бүкіл денесі зіл баса бастайды. Сосын смотря қандай сиқыр дейді, сиқырдың түрі көп қой. Мысалы көбінесе өлімге салған сиқыр болса, бірден зіл басып кетеді адамдарды. Сосын олардың белгілері былайша кездері жүрген кезде, мысалы үйінде жатса да жүрсе де жерге тартып тұрады. Айтады, өзім жерде или полда жатсам, или төсекте жатсам да дейді, бір жер жұтып жатқан сияқты ощущение болады дейді. Осы сол белгі, мысалы могильный сиқырдың белгісі. Постоянно жерге тартып тұрады да. Қалған сиқырлар енді уже несіне байланысты, мысалы ажырату сиқыры, сиқыр мысалы талақ дейді, сиқыр тафрик дейді, араға от салу, мысалы сол сиқыр нелеріне байланысты жаңағыда рухи оқып жатқан кезде өзінің белгілерін береді. Мысалы аяғы үйіп қалады, болмаса мысалы қолы үйіп қалады. Сосын көбінесе адам денесі жын болған кезде сол жер зіл басып тұрады. Рухи оқып жатқан кезде кейбір айтады, балтырым үйіп тұр, зіл басып тұрады дейді, сол жерде уже жын жатыр деген белгі. Басқа жерде зіл баспаса, ол жерде уже ондай не жоқ. Түйін болғанмен зіл баспайды. Кейбір адамдар бүкіл денесі таза да басында отырады жындар. Оқыса айтады, басым или жарты басым үйіп қалды, сезбей тұрмын дейді. Сол уже ол басты паналаған деген сөз. Сондай белгілер да. Сосын жаңағыдай рухи оқып жатқан кезде неше түрлі ойлақтырады. Ой тастайды. Оқып жатсаң, оның білімі жоқ, білімі жетпейді, не келді, өтірік нәрсе, сенің ішінде жын жоқ деп сондай ойлар тастай бастайды. Ол уже бойда жын бар деген белгі. Жаңа не обязательно шыңғыр, жаңағыдай мен айтқандай. Сол оймен-ақ сонымен-ақ салып қалады көбісі, бойында жын бар екен. Сосын ары қарай уже рухи оқыған кезде уже олар түйін байлайды ғой, түйін байлап защита қояды да, сол түйінді шешіп, защита шешкеннен кейін олар бірден қашып кетеді. Сізде енді қазір осындай адамдарға дем саласыз, рухи оқып рухи оқыған кезде қалай жеке-жеке оқисыз ба, әлде? Жеке бір адамға. Бар ма? Жеке бір адамға. Жеке мықты болады да, жеке мықты болады. Өйткені көпшілікке оқыған біріншіден сапасы болмайды, төмен болады да сапасы. Сосын екіншіден жындар уасуас тастайды. Мысалы 4-5 адам болса, оқып жатсаң, мысалы бұл көзге көрінбейтін нәрсе. Мысалы біреудің ішіндегі жыны мықты болса, ол ана жерде отқан жындар арқылы бір-біріне уасуас тастайды да, бүкіл назарды бір адамға аударып жібереді, мыналар демалай отырады. Тым болмағанда ше. Яғни осы біреу шаңғырып құлап жатады ғой, уже назарын бірден автоматически соған түседі ғой. Мыналар уже унизоны қалып қояды да. Десе ана оқи бересің, мыналар уже әсер етпейді. Құлықтары да жындардың. Сол үшін де бір адам болған жақсы да мықты болады. Ешқайқа қаша алмайды да ол былайша айтқан кезде. Тікелей сөйтіп, уже рухи оқығаннан кейін уже әсерін береді сөйтіп. Енді бізде Қазақстанда қазір әлем бойынша ажырасуда 2-ші орында тұрады екенбіз. Статистика бойынша. Енді соны қарап отыратын болсақ, сонда қалай болған деп ойлаймыз да, қазір енді. Өйткені әйел мен еркек бір-біріне деген мәміле жоқ екі ортада. Екеуі бөлек жататын болады екен отбасында, әйел мен еркек. Екеуі бір-бірін түсінісе алмайды, түсінбейді. Әйелдер болады, мен психолог маман ретінде айтарым, әйелдер болады, күйеуінің қасында жақындағысы келмейді. Білмеймін, бірдеңе ортада бар сияқты деп айтады да. Кедергі бар дейді ғой. Кедергі бар сияқты. Ұнамайды ол маған деп айтатындар болады да, ажырасам деп көп келетіндер болады. Соған қандай кеңес айтар едіңіз? Енді оның себебі де өте көп, мен өзім тәжірибемде, бірақ сиқыр тафрик деген бар. Құранда да 102-ші аят, Бақара сүресінің 102-ші аятта Алла тағала Сүлеймен пайғамбарды мысал қылып келтіреді ғой. Сүлеймен пайғамбардың кезінде оны сиқыршы деп атаған негізінде. Енді ол пайғамбар бәріміз білеміз ғой, Алла тағала түрлі кереметтер берген, мысалы желді бағындырып берген, құстардың, жануарлардың тілін білетін болған. Сосын мысалы желдің өзі мысалы кеттік дейді екен да, тұрып желді көтеріп алып кетеді екен қалаған жеріне. Соны жаңағыдай сол пайғамбар Сүлеймен пайғамбардың кезінде сол сиқыршы деп сондай жаңағыдай атап қойғанда, бірақ негізінде сол 102-ші аятта Алла тағала айтады да, Сүлеймен кәпір болған жоқ дейді да, шайтандар кәпір болды дейді. Олар адамдарды егіз-айттың арасына от салуды үйретті дейді сиқырға. Сол 102-ші аят сол туралы сиқыр тафрик деп айтады. Ол развод емес, талақ емес, от салу. Мысалы кейде болады, мысалы әйелге салады, болмаса еркегіне салады, болмаса екеуінде де қатар салып қояды, бір-біріне от салып ше. Сол кезде мысалы күйеуіне жасаған болса,
әйелі қасына жақындаса, ананы былайша айтқан кезде жақтырмай тұрады. Бірінші қараса бір мұрны қисық сияқты болып ше, жаңағыдай ше, кәдімгідей көзі қисық, беті қисық сияқты ма, жаңағы жақындаса жақтырмай тұрады, кетші деп ше, болмаса раздражение болып тұрады да шығып кетеді. Болмаса әйелге жасаған болса, еркекке келсе дәл сондай болып көрінеді. Кейбіреулер айтады, маған келген адамдар айтады да, әйелдер, күйеуім келсе бірден дискомфорт басталады дейді. Иә, ана шығып кетсе рахаттанып қаламын дейді да, жеңілдеп, жақтырмай тұрамын дейді. Бірақ үйден шығып кетсе сағынам дейді да, телефон звондағанда кәдімгі сөйлесеміз дейді. Үйге келді бітті қайтып басталады. Бұл сиқыр тафрик дейді. Сол сиқыр жасаған кезде міндетті түрде жаңағы сиқыр жасайтындар олар жын кіргізеді. Сол сиқырды қуаттау керек қой. Сөйтіп жынды кіргізген кезде жаңағы жын өзінің жұмысын орындайды. Ана адамға осас тастап тұрады да, ойлақтырып тұрады, ой тастап тұрады. Сөйтіп анау адам ой тастағаннан кейін уже несін өзінің жұмысын атқарып тұрады. Осы жаңағыдай нәрсе болғаннан кейін уже суықтық пайда болады. Төсекке неге жаңағы екі бөлмеде жатады, екі жақта жатады. Сөйтіп бірақ түбі ажырасуға алып келеді. Түбі. А сиқыр талақ ол уже нақты ажырасуға жасайды. Талақ дейміз ғой, ажырасу, ол уже нақты ажырасуға жасайды. Бұл жердегі жын уже мықты жұмыс істейді. Қандай нәрсе болса да, анау әйел или еркегі ол тыңдамайды. Болды, ажырасам бітті, айттым бітті, сонымен пытырап кетеді, болды, семья быт болып кетеді. Сосын былайша кезде де, мысалы, былайша кезде де жын кірген болса да, онда себепті бола беруі мүмкін. Сиқырсыз, мысалы, көз сүймен кірген болса, жаңа жын ғашық болып қалады. Ғашық болып қалса, мысалы, әйел адамға кірген болса, ер адамын жақындатпайды. Ондай да бар. Оны зерттеу керек та оқыған кезде. Бізде жұрттар ойлайды, анандай болса, бірден сиқыр жасаған дейді. Жоқ, просто сиқыр жаңағы көз тиюмен, біреу қызғанған кезде де жындар кірген болса, олар да сондай әрекет жасай береді. Алсата береді. Ол мен практикамда болды. Енді отбасында қарап отырсақ, ер мен әйелдің арасында маған өткенде бір келіншек хабарласты да, енем бізге тұмар әкеп берді дейді. Үнемі осы тұмарды бойларына тағып жүріңдер деп айтты дейді. Күйеуіміз екеуміз, біз соны тағып бастағаннан дейді, екеуміздің ара қатынасымыз ажырай бастады дейді. Соған қалай жауап бере аласыз? Тұмар не ғой, сиқыр ғой. Мен қанша тұмар аштым, ол тұмарды тағы жасағанда жақсап тұрып жасайды. Мысалға тұмарды бойыңда тазалайды деп береді ғой, мысалға. Шариғатта негізі тұмар жоқ. Шариғатта тұмар, қылғындыру, қамшымен ұру, кейбір айтады пышақпен бүйтіп ұрып отырады, ондай нәрсе жоқ шариғатта. Толық Құран. Құран оқылады, Құран аяттар оқылады, дуалар оқылады, Алладан жәрдем сұраймыз, болды. Ер адамдарға болады маңдайына, жүректің тұсына қолын қоюға болады, жаңағы рухияны қуаттау үшін. Ер адам әйел адамға ұстауға харам болады. Қандай жері болса да, басы болсын, басқасы болсын, уже ұстауға болмайды. Мен өз басым вообще ұстамаймын. Еркек болсын, әйел болсын. Тек оқып отырам, болды, соның жеткілікті. Сосын жаңа айтайын деген тұмарды көбінесе бізді қорғайды деп жазып береді ғой. Бірақ негізі мен аштым талай жаңағы тұмарларды. Ішінде, мысалы, кейбір жерлерінде Фатиха сөз жазылған, кейбір тұмарларда аятул курси жазылған, кәдімгі арабша, бірақ астында уже пентаграмма деп айтады, сиқыр. Жаңағыдай таблица ішінде әріптер, жаңағыдай есептер, болмаса жаңағыдай цифр жазылған. Цифр дейді, есептер, цифр дейді, сосын болмаса анандай бір 5 жұлдыз, сондай знактар жазылады, знактар жазылғаны, аның бәрін қосып оқыған кезде пентаграмма деп айтады. Соның бәрі оқылған кезде анау сиқырмен жындар келеді, жындардан жәрдем сұрайды, сөйтіп жындар келеді де ана адамға кіріп кетеді. Сол. Алла сақтасын. Оның белгілері көп негізінде. Бізде енді балаға көз тию деген болады, назарланып қалу, адамдардың назары тиіп кету, бала ауырып қалуы мүмкін. Сондай кездерде қандай белгілер береді өзі? Ол негізі көз тию қазір көбейіп кетті. Өйткені статусқа көп шығарады. Жаңа туған балалардың өзінде ше, статус көп шығарады. Енді оны даже ата-ананың өзін көз тию мүмкін. Даже адам өз-өзін көз тию мүмкін. Көп айнаның алдында тұрса, өзін жақсы көре берсе, мен сұлумын, әдемімін деп жаңағыдай. Сол адам өз-өзіне көз тиеді. Ондай случай көп. Кішкентай балалардың белгісі ұйықтамай қояды. Сосын жаңағыдай температура көтеріледі. Сосын мінез өзгере бастайды. Сосын көз тиюмен жын көріп жатқандар көп қазір.
Кішкентай балдарда, үлкен адамдарда. Бірден мінез өзгере болса, сосын болмаса аяқ қол мұздайды, жаңағы үрей пайда болады, тыныс тарылып, бас ауру, сондай белгілер бар. Енді оны бер жағындағы нелер ғой, оны былайша тере берсең көп қой. Основнойларын айтып отырмын да мен. Сөйтіп білуге болады. Бірақ основной әсіресе мына ем жүрген балдар бірден ембей қояды. 4-5 айлық балдар болады ғой, менде болды практикада. Келеді, айтады 4-5 күн болды ембей жатыр дейді да. Оқысаң көз бір күн 2 күн оқисың болды еміп кетеді, сонымен қояды. Сондай нәрсе да. Енді балаларда мынандай жағдай болуы мүмкін. Сүрелерді кейбір кезде бала бір шыңғырып жылайды ғой. Сондай кезде сүрелерді қосқан кезде, телефонмен сүре қоссақ, одан сайын шыңғырып жылауы мүмкін да. Ағарата ше. Сен сүресін қоямыз ғой, мысалға бала тынышталама деп ше. Бізде көп қой ондай. Бала тынышталама деп сүре қосып қойсақ, әйтеуір бойын тазалай ма деп ойлаймыз ғой енді, біздің сеніміміз. Сол жағынан не дейсіз? Негізі мен түсінігім бойынша адам бойы таза болса, Құран оқылған кезде ләззат алады, рахаттанады да. Шыңғырмау керек бала. Рахаттанады кәдімгідей жаңағыдай. Оны әркім әртүрлі түсінеді да, айтады да, денеме бір сіңіп жатқан сияқты дейді да, рахаттанып ләззат алып жатырмын дейді. Адам бойында көз тиген болса, болмаса жіңгірген болса, Құран өртей бастайды бірден. Сөйтіп мазасызданады. Белгілі сол. Содан ақ білуге болады да, бала жылады ма Құранға, оны көз тимен бойына жіңгірген болуы мүмкін. Өйткені менде қазір мысалы сондай көбейіп жатыр. Келеді жастар 25, 30, 35-терге келген, оқып жатсаң, көз тиген. Көз тимен жіңгірген, бірақ ары қарай уже қазбалайсың ғой, сұрайсың ғой, былай. Сөйтсе айтады, мамам айтты, папам айтты дейді, жаңа кішкентай кезімде сондай бір қатты ауырып қалдым, өліп қала жаздадым дейді. Қарасам 1,5-2 жас. Сол кезде уже жіңгіріп кеткен уже. Бірақ ол кезде біз енді қазір ғой, бізде рухи енді да, Қазақстанда рухи күшейіп жатқаны. Ол кезде ондайды білмейді, тек дем салуды біледі. Дем салғаннан кейін ана шамалы басылады да, тығылып қалады, бірақ өзінің ішіне әрекетін жасай береді. Ана адамды ауруға шалдықтырады, сосын мінез өзгереді, жолы байланады, ризыққа байланысты кедергілер басталады уже. Үйленуге сондай. Былайша, көз тиюмен де кірген жын болса да, үйленуге кедергі жасай береді. Мысалы, жұмысқа кіруге де, мысалы, біреумен танысса да, сабаққа да, кейбір айтады, бұрын сондай жақсы еді, жақсы оқиды. Ризыққа байланысты уже әсерін береді да, кері әсерін береді. Кейбір айтады, 4-5 классқа дейін жақсы едім, 5-ке қойтын, одан кейін жаңағыдай кәдімгі тупой болып қалдым деп айтып отырады өздері. Память жоқ, жап-жас қыздар балдар. Мысалы, отызға келмеген. Бір затты қойсам, былай кетіп қалып келсем, уже ұмытып қаламын дейді ана жерде. Енді бізге қарағанда бала ғой енді олар. Сондай әрекеттерді айтады да, сол көз тигеннің өзі уже мынау кәдімгідей ақыл еске әсер етеді. Бүкіл ағзаларға кері әсерін береді. Енді пайғамбар саллаллаху айтқан жоқ па? Адам көз тиген кезде қабырға апарады, қазанды, түйені қазанға апарады деді. Ол бекер емес. Сондықтан статусқа, историяға баланы шығармаған. Қоймаған жақсы, Сосын көпшілік жаңағыдай тағы айтып кетейін дегенім, көпшілік тойханаға да апармаған жақсы. Сосын кейбір базарға апарады, өткенде бір келіншек келді, балам ауырып қалды дейді да. Сосын айттым, қайыққа апарып едіңіз, базарға апардым дейді да. Базар, шайтан, жын ойнақтардың жері ғой ана жерде. 2 рет айналдым дейді да базарда. Бітті көз тиді. Кімнің көзі тиді ол жерде? Сөйтіп оқып алсам, жындардың көзі тиген. Онда да болады. Мысалы, біз адам көз тиді, жын шайтандардың да көз тиеді. Шайтан ғайын деп айтады оны. Олар қатты болады. Онда көбінесе тиген кезде адамның или баланың бетінің түсі өзгере бастайды. Мысалы, қоңырланып, или тағы да басқа түсі өзгере бастайды. Көгеріп, сондай бір нелер қотыр-қотырлар шығып кетеді, сондай. Ол жындардың көз тигені. Көп ондай ше. Үйлерінде жын болады, мысалы, айтады кішкентай балдар шырылдап жылай береді. Сосын мен сұрақ қоямын, люстраға қарай ма деймін да, айтады, люстраға қарайта жылайды дейді. Мен айтамын, үйлерінде жын бар, өткені жындар көбінесе люстрада, мынандай бөлменің угылдары болады, қуыстары, сондай жерде ұшып көтеріліп тұрады. Соны балалар біледі. Соны балдардың көзіне көрінеді сиқыр арқылы. Сөйтіп ана кішкентай бала жатады, ем жөлі, ана уже сиқыр арқылы көзіне көрініп тұрады, ана бала қорқып жылап тұрады, бірақ ол түсіндіре алмайды, кішкентай ғой. Сөйтіп жындардың көзі тиеді. Ондайларды оқыдым мен. Айтады, түрі көп айтып отырмын ғой оны. Ендігі біздің сұрағымыз, сиқыр жасалғанда адамда қандай белгілер болады? Мысалға, көре алмаушылық болуы мүмкін да? Көре алмаушылық арқылы сиқыр кете ме, қалай болады?
сол жағын. Түбінде көре алмаса жатады ғой. Иә, қызғанады. Көбінесе жақын адамдардан келеді. Танымайтын адам біреуге сиқыр жасамайды. Иә, жақын адам сырын білетін, соны қызғанып, соның жақсы болғанын, соның көтерілгенін, дамығанын көре алмайды да, сөйтіп бірінші қызғаныш, көбінесе ондай адамдар бойында қызғаныш та болады. Зависть дейміз ғой, хасад. Сонымен де жын кіреді. Сөйтіп қызғанғаннан кейін уже ана адамды сиқыр жасауға апарады. Былайша айтқан кезде ана адам көзіне күйік болып тұрады да, сол адам өлсе екен деп тілеп тұрады. Сол адам мен өмірімде жоқ болып кетсе екен деп тілеп тұрады да. Сөйтіп барады, заказ береді, түрлі сиқырлар жасатады. Оның ішіне жаңағы сиқыр жасайтын адамдар өздерінің жаңағы фантазиясы мықты да олардың. Үстіне қосып жібереді да. Мен оқып жатқан практикада мысалы қарап отырсаң, енді ана жерде сұмдық енді ше. Оқып жатасың ғой, шешіп жатқан кезде аналардың бойында не жоқ. Жіліктеп саған, жіліктеп, турап, денелерін бәрін ше, анау ішіндегі жындар соның бәрін көрсетіп отырады. Сіз оқып жатқан адам істеп отырады сол қимылдарды. Иә, ішіндегі жын, мысалы қалай сиқыр жасалды, ішіндегі жын дәлме-дәл сөйтіп шешеді қалай сиқыр жасалды. Өйткені сиқыр жасалған кезде анау жын көріп тұр ғой бәрін. Сол сиқырды дәлме-дәл түйіндер қалай байлады солай шешеді. Адам өзі шешіп отырады. Адамның денесі қимыл арқылы істелінеді да, бірақ негізі жын соны істеп айтады, мен өзім істеп отқан жоқ дейді. Иә, сондай бір қозғалғым келді. Мен айтамын, қозғала бер, өйткені мен білемін да, солай шешеді. Қарап отырсаң, нешеде қолдар, мойындар айналып, жаңағы не болады. Біреулер тұрып жүреді, біреу секіріп тұрады, әркімдікі әртүрлі. Мен айтамын, қалай сиқыр істелді, солай шешіледі. Ол шешіп жатқанның белгісі. Иә, түйінен шешіп жатқанның белгісі. Бірақ енді ана жерде бар ғой, енді сұмдық. Жіліктеп тастайды адамдар ше, кәдімгідей. Қарап отырғанға аяп кетесің бір жағынан ше. Иә, енді кейбіреуін әдейі өздерін айтам, видео сүймесе түсіріп көрсетіңізші дейді. Өйткені анадай оқыған кезде есің неғып қалады да, есің жаңағы адасып қалады да уақытша. Сөйтіп есін білмейді. Видео сүйем, соны көрсеткен кезде жылайды аналар ше. Әсіресе жас қыздар. Кейбіреулер рухи оқып жатқан кезде жылап отырады, содан кейін рухи оқып болғаннан кейін неге жыладың десе айтады, көзіме сонда бір елестеді, басым шауып тастапты, аяғым шауып тастапты, сөйтіп шиққанынан ақтарып тастапты деп сөйтіп жылап отырады. Ол нәрсе психологически да өте жаңағыдай қатты ауыр берді. Кейбіреу айтады, жаңағыдай аяқтарым бәрін турап тастапты дейді. Біреу айтады, жүрегім бәрін ақтарып тастап, біреусін оқып жатсам, басына бір қуыс етіп жатыр да, пышақ алып басына тығып, басын бәрін ақтарып жатыр ғой, пышақпен бүйтіп. Енді ана жерден сұмдық айтып отырмын ғой. Былайша айтқанда не для слабонервных, оңай нәрсе емес ол. Сырт көзге оп-оңай сияқты да, бұл сиқыр шешіп жын шығару. Анадайды көрген кезде уже ойлана бастайсың. Мысалға, адамдарда болады, түнде түс көрем дейді. Ізімнен бір аю қуып атқан секілді дейді. Ізімнен қасқыр, қара иттер қуып жүрген секілді дейді. Шошып оянып атады, ұйықтап атқан жерінен. Иә. Соны қалай ойлайсыз? Ол адам түсінде қуу, мысалы қандай бейнеде келіп тұр, соның бойында сондай жын бар. Аю болса жин медведь. Кейбір айтады, түнде ұйықтап жатсам, иттер талап кетеді қолымда дейді. Ол бойындағы жаңа жин собака. Кейбіреудің бойында мысық болады, кейбіреудің бойында тигр болады. Айтады, мен оқыған бір келіншекті оқыдым, бір денеде 5 жын отыр, 5 түрлі. Ішінде шошқа да бар, шошқа сияқты қуалап отыр. Ит сияқты үріп отыр. Тағы бір денелер жаңа неше түрлі дыбыстар шығарып отыр. Бір адам ішінде соның бәрі. Сонда қарап отырсаң, мен сұрап жатырмын ғой, неше жыл болды ауырған сен 20 жылдан асып кетті дейді. Оқып алсам ішінде көз сүюмен де кірген жын, хасадпен де зависть дейміз ғой, қызғанышпен де кірген. Хасад деп оқыса анау шырылдап айналады кәдімгідей ше, бүйтіп кругпен айналып, ой байлап жаңағыда, ой оқыма дейді. Сөйтіп ара оқысаң сиқырмен де кірген. Ана ішінде айтып отырмын ғой, целый жаңағыдай комплект ішінде ше, ол да оңай нәрсе емес. Сол жаңағыдай ғой, түсінде қандай бейнеде келеді, кейбіреу жылан болып келеді, кобра. Ол адам бойында жин кобра. Сосын мен практикамда болды, 2 рет кездесті. Кобра патшайым кездесті менде 2 рет. Кәдімгідей патшайым. Оқып жатсам бүйтіп тәкаппарланып отыр да, әйел кісілер ғой. Сосын оқып болғаннан кейін айттым, не көрдің, көз алдыңа не елестеді дедім, тақта отыр екенмін дейді. Тақта отыр екенмін, басымда тәжі бар екен деді. Тәжінің ішінде үлкен мынандай асыл тастар болды, изумруд дейміз ғой, үлкен асыл тас бар екен, тәкаппарланып отыр екенмін дейді. Сізді мен сенбей отырмын дейді. Сондай әрекеттер айтады. Ол уже бар нәрсе негізінде. Тылсым болғанмен бар нәрсе. Сол үшін айтады, жындардың түрлері өте көп. Неше түрлі бейнеде келе береді. Құмырсқа болып та келе береді денеге. Кейбір адамдар айтады ғой, денем бәрі жыбырлайды дейді. Мен айтамын, басыңда,
арқаңда, кейбір айтады аяғына жыбырлап өтеді дейді да, мен айтамын сол жындар. Құмырсқа секілді жыбыр етіп өтіп кетеді ет пен сүйектің арасында, сол жындар. Кейбір айтады жыланға ұқсайды дейді, өздеріне елестетеді. Кейбір айтады біртүрлі балық сияқты дейді. Қозғалғанда балықтар қозғалады, бүйтпейді. Кейбір айтады балық сияқты, сондай бейнеде кіре береді бұлар. Сіз рухияны оқып жатқан кезде ана адамдардың көзінің алдына сондай елестер пайда болады, иә? Әртүрлі бейне. Иә. Кейбіреулер сосын жындарды көріп тұрады. Мен көрмеймін, Құдай сақтасын. Олар көреді, сосын маған айтып отырады. Осындай, сіз жаңа оқып жатсыз, көз алдына елестеді, болмаса кеп тұр дейді. Кейбір кездерде мынандай нәрсе болады, рухия оқып жатсаң, ана көздеріне қарап отырсаң, бүйтіп қарап отырады, ымдап сөйлесіп отырады. Помощниктер кеп тұрады. Мен оны біліп отырамын. Көзбен бүйтіп ымдап сөйлесіп отырады. Сосын айтады, кет деп айтты маған. Кет деп айтты, қазір Құранмен өтеп жүреміз, сен жаңағыдай. Бүйтіп келіссіз емес, бүйтіп көзімен кетіңдер деп кәдімгідей көрсетіп отырады. Мен көрініп отырды, кейбірі камераға түсіп алғанда айтамын, міне қара деймін. Ондай да болады. Жәрдем сұрап тұрады. Кейбірі айтады, қазір мен сен оқысың, мен шықпаймын. Қазір маған көмек келеді. Өткенде бір келіншекті оқып жатсам, причем Астанада жасап жүріпті сиқырды. Бір орыстың атын айтып отыр. Пәленшедегі айтпай-ақ қойын енді кім екенін. Пәленше жасады, қазір маған ол көмек жібереді деді. Мен айттым, көмек саған жібермейді ол дедім. Шайтандар жаңағыдай ғой, лақтырып кетеді да. Соны айттым, олар келмейді саған дедім да, дәмеленбей ақ қой дедім. Оқып отырдым, бір кезде шамалдан кейін. Бүйтіп жан-жақ қарап күтіп отыр да, келген жоқ аналар. Bir кезде айтты, бұлар мені лақтырып кетті деді. Кәдімгі анау сөйлесіп отыр, өзімен өзі анау келіншек жаңағыдай неде отыр, есіне танып отыр да, бірақ дауыспен сөйлеп отыр. Бұлар мені лақтырып кетті, кім еді ол дейді да. Сен точно айтқан екенсің. Мен не дейді? Мен кесапатпын ғой деп қояды жаңа келіншектің ішіндегі ше. Мен сонда қырсықпын ғой, сен мен шығара алмайсың деді. Содан шамалды оқи бастасам, бір кезде айтты, мен әрсе едім дейді. Мен шылым болып қалдым дейді. Айтып отыр кәдімгідей. Мен енді шығам кетем деді. 2 күн оқыдым, қашып кетті оны. Бұл көмек келген жоқ. Кейбіреулер сиқыршылар жаңағыдай жындар жібереді да, сиқырды қуаттап тұрады. Анау күтті да, көмек келген жоқ. Өртенді де қашып кетті. Әркімдікі әртүрлі. Әркімдікі әртүрлі, иә? Әртүрлі уақытқа созылуы мүмкін, иә? Иә. Мысалға 2-3 күнде шығып кетуі мүмкін ба? 2-3 күн емес. Менде қазір айтайын, 3 рет болды, 1 сағатта шығардым мен. 3 случай болды. Бір оқығанда шығып кетуі мүмкін? Бір оқығанда шығып кетті, иә. Бір оқығанда бұл съезге кіргенде. Біреусі жаңағыдай, енді айтпай-ақ қойын, реклама сияқты болып кетеді. Бір әскердегі баланы оқыдым, ол да 7 жыл қиналған екен, келді, бірақ Алла тағала 1 сағатта шипасын берді. Сонымен кетті. Қазір ол бала, шүкір Аллаға жақсы. Сосын ең азы сол 1 сағат, ең ұзақ оқығаным 7 ай, 3 апта, почти 8 ай. Енді ол маған байланысты емес, өйткені ішіндегі жын кіргенде, енді мен түсінігім бойынша. Сонда бала кезінде ұзақ уақыт бойында жын болған. Сондай болған. Ұзақ оқылады, иә? Иә, өткені жоқ, енді ол жерде былай ғой. Ол жерде жынның тәжірибесіне байланысты. Бұлар енді өз әлемінде, енді пайғамбарымыз айтқандай, өз әлемінде 5-6 мың жұмыс еді ғой. Енді біз пайғамбарымыз айтқаны бойынша айтамыз ғой. Сол тәжірибесіне байланысты, бұлар енді соншалықты көп өмір сүргеннен кейін, уже бірнеше адамға кіріп шыққан болса, уже білет қай жерден байлау керек екен. Сосын нақты кіргеннен кейін, уже бәрін байлап салғаннан оңайлықпен шықпайды. Жаңа баланы мен енді 8 айға жуық оқыдым ғой. Ол бала өзі жын бар деп ойлаған жоқ негізінде. Ол келді да, бірінші қарындасынан күмәнданды. Қарындасы оқиды, таза болып шықты. Одан інімнің мінезі өзгерді деп, екінші рет келген кезде өзінен жын шығып қалды. Інісі де қарындасы таза болып шықты. Сөйтіп өзі екінші оқудан салып қалды да, сол оқығаннан 8 айға апардық қой. Арасы айтады маған, аға, ұзаққа созылып кетті. Мен айтамын, енді мен саған көмектесіп жатырмын ғой. Мен айтамын, мен сені ақшаға қызықпаймын. Ол жігіттің жалбы қандай болып кетті? Ол денсаулық жоқ. Денсаулық жоқ, ауырмайтын жерім жоқ. Бүкіл денем қақсайды. Уже инвалид сияқтымын дейді да, жас жігіт, енді әлі 30-тан енді асқан. Я жұмысқа тұра алмаймын. Қалғым келеді. Иә, сондай, иә, өлім туралы көп ой келеді, сондай өз-өзім қол жұмсағым келеді. Жұмысқа тұра алмаймын, бір жерде тұрақты істей алмаймын. Сосын денем бәрі қақсай береді, ауыра береді дейді да. Сондай бір өзім, сондай бір инвалид сияқты сезінемін дейді ішінен. Сөйтіп жаңағыда екінші күн оқыған кезде сөйтіп ұстап қалды. Сөйтсем ифрит ішінде отқан. Ол өте қуатты жын екен. Сөйтіп енді оқи бастадық.
сөйтсек енді мен түсінігім бойынша ол бала кезінде кірген. Өйткені соншалықты байлағына қарағанда біраз жыл болған кіргеніне. Енді бір ала біледі ғой, қанша жыл болған, бірақ біраз жыл болғаны көрініп тұр. Бүкіл денесін енді ол жерде анау шайтанның қулығы да бірнеше мүшені әкеп көзге байлап қойған ғой, түйіндеп. Мысалы аяқ, қол, арқа, жауырындары байлап келгенде көзге түйіндеп қойған. Қай жерде оқысаң да көзі екі жаққа айналып отырады. Өзі айтады, көзім айналып кетті ғой дейді да, күледі бір жағынан. Бір жағынан айтады, ойбай, не деген масқара дейді да. Не деген жаңағыдай дейді да. Соншалықты қулығы. Әдейі шығармасын деп сыйған, көрдің ба? Уже соншалықты байлап қойған, соның бәрін шештік қой. Соңына келген кезде уже белгілі болды, сөйтсек неше түрлі құлып тапсырған. Сиқыр жасағанда да құлыптар қояды, бұлар мысалы сиқыршылар құлыппен жасайды да, жаңағыда шын жүзімен, септермен, сөйтіп құлыппен жасайды. Бұныкі я көз түймен көрмеген, я біреу қызғанып көрмеген, я сиқырға бермейді. Үшеуіне де оқысаң ешқандай реакция жоқ, бірақ түйін шеше бастасаң жаңағыдай қозғалыс көп. Сөйтіп оқысаң саусақтарымен неше түрлі саусақтың түрін бүйтіп алып келеді да, құлып ашпаймыз ба? Сондай жаңағыдай құлыптарды ашып отыр ғой. Анау жын соншалықты бүкіл денесін құлтап тастаған. Соның бәрін шештік қой, сол почти 8 ай. Психологияда айтады ғой, мысалға, денем бәрі бұлттап қалған секілді, кедергілер көп алдымда. Бір жетістікке жетейін десем, бір нәрсе істейін десем, істей алмаймын. Жата бергім келеді, ұйықтай бергім келеді, орнымнан тұрғым келмейді дейтін адамдарда ішінде болуы мүмкін. Болуы мүмкін емес, ол 100% жын бар бойларында. Кейбір айтады, аяғым бір ауырсынып тұрады, аяғым жыз басып тұрады дейді ғой, уже бойларында жын бар деген сөз ғой. Көбісі бұны білмейді, түсінбейді. Сосын түсіндіреді, адам жоқ. Сөйтіп уже бүкіл денесі былайша айтқан кезде жындар денеге кіріп алады да, адам денесін тұтқын қалады ғой. Былайша айтқанда ағзаларын бәрін. Біздің енді денеміз оларға бір не секілді дейді. Мен осыдан бір 2 жыл бұрын жас қызды оқыдым. Енді әркім әртүрлі елестейді да, жаңа қыз айтады, сіз оқасыз дейді да, мен көз алдына елестеп тұр дейді, целый планета сияқты дейді. Жаңада қарауса, анандай ғимараттар салып тастаған дейді, ішінде тұрып жатыр екен дейді. Сосын анандай бір қарауылдары болады, өшкеде тұрады ғой, сондай қарауылдары да бар екен дейді. Сіз оқып жатсаңыз, ана үйлердің бәрі қирап жатыр дейді. Жер сілкінген кезде қирамай ма? Сөйтіп ана бәрі қирап жатыр, ана қашып шығып жатыр дейді. Сөйтіп ана сезім, ана ішінде, ана қыздың ішінде, ана жындар арқылы ана сезім бұл қызға беріліп тұр да, соншалықты. Сосын түрлі жаңағыдай ол қыздың бойында да 3-4 адамнан сиқыр келген. Бір адам емес, оқасам айтады, 3-4 адам кептір бейнесі дейді да, сөйтіп мен көрмеймін, өздеріне көрінеді. Сонда бір адамға 3-4 адам сиқыр жасауы мүмкін. Ерекшіп істеген, ол қыз сондай жақсы бір неде қызмет істеген, енді айтпай ақ қойын қай жер екенін, жақсы қызмет істеген, соны скорее всего сол қызғанып істеген. Сол айтады, 4 адам бейнесі кептір, мен оларды білемін дейді кім екенін. Енді ана жерде сиқырды оқып жатсаң, енді ол қызға да не істемеген, сұмдық енді. Өзі сөзін айтып жатсаң, жаңағыдай оқып жатқанда айтады, жаңағыдай омыртқаға дейін жаңағы сіз оқасыз дейді да, көз алдына келіп, кәдімгі арматура ғой, темір, сондайлар тапсырған. Сол оқып жатсаң, арматура бет шығып жатыр дейді, сол оқыған сайын. Сөйтіп тақтайлармен қапсырған, в общем, страшно ана жерде ше. Неше түрлі мойнына не алып жаңағыдай. Аяқ қолын бәрін байлап тастаған, құлтап тастаған, соның бәрін шешіп жатыр ана қыз ше. Сосын тұрсам бола ма дейді, мен айтам тұр деп сөйлесем, тұр ана билейді ғой, кәдімгі сөйтіп билеп тұр ғой. Неге өйтіп істеп жатсың десем, солай істегім келіп тұр дейді. Енді ол кезде енді бастаған кездерім ғой енді. Адам тәжірибесін оқығаннан кейін келеді ғой. Сөйтсем, сөйтіп түйіндер шешеді екен бұл жындар. Сөйтіп біраз оқыдық, ол қызды сөйтіп шығардық. Мысалға, рухият тыңдаған кезде, егер адам бойында жын болатын болса, ол кекіруі мүмкін, есінеуі мүмкін, тағы да қандай амал әрекеттер жасау мүмкін? Енді біріншіден рухи оқылған кезде ол адам шаршайды. Бойына жын болса, оқылған кезде ана жын әседі. Ұйқысы келеді, кейбір жындар ұйықтатып жібереді, еріксіз. Ұйықтама десең де айтады, мен ұйықтамауға тырысамын дейді, бірақ ұйықтатып жібере береді. Өйткені ол табанда жатса да, өйткені точканың бәрі табанда ғой, табанда тамыр арқылы тамырды қысып жібереді да, ол ана жерге кислород қатынамайды, ұйықтатып жібереді болды. Өз-өзіне ие болмай қалады. Сонда жындар адамды басқару мүмкін, басқарады. Кедергі жоқ ешқандай. Басқарады, жаңағыда есіне тандырып, соның тілімен сөйлей береді, неше түрлі. Оқысаң, оқымай ақ қой, сенің күшің жетпейді, сенің білімің жетпейді. Сонда әдейі жаңағыдай
оқитын адам роқи дейміз ғой, роқи слабый болса сасып қалады да бірден. Сосын не істерін білмейді. Біз онда уже үйренгенбіз ғой, ана айтқан сайын уже мәссаған дейсің ғой жаңағыдай. Өйткені олардың айласы да уасвас деп айтады оны. Сонда айланы көп жасайды. Сосын адамға да ой салып отырады, оқытпай-ақ қой, оның күші жетпейді. Кейбіреулер айтады, ол сиқыршы деп, даже сондайға дейін баратындар да бар жындар. Қулықтары көп бұларда ше. Сосын мен айтамын, көбінесе оймен көп келе ма, даже кейбір кісілер звондайды телефон басқа қаладан. Сосын мен айтамын, не мазалап тұр деймін ғой, сөйтіп босай деп отқан кезде мен сосын айтып беремін. Жаңағы жындардың сырын айтып беремін ғой. Айтады, денем бәрі зіл басып кетті дейді. Шаршап қалдым дейді да. Мен айтамын, мен сізге рухи оқыған жоқпын, бірақ бойыңызда жын бар дедім да. Уже өздеріне дәлелдеп беремін да. Бірақ оны анықтау керек, немен кірді, көз тиюмен кірді ма, жаңағы болмаса біреу қызғанып кірді ма, болмаса дуа жасады ма біреу. Соны анықтап сөйтіп оқыған кезде ол жын шығаруға болады. Адамның, мысалға, ол жын кірген адамда медицинаға барады, емделе алмайды ғой. Оның бір диагнозы жоқ қой, қарап отырсаңыз, диагнозы жоқ. Адам бойы қатып қалуы мүмкін, мысалға да. Адамның мойны қозғалмай қалуы мүмкін деген сияқты. Бар ондай. Белі қақиып қалуы мүмкін, аяқ қақиып қалуы мүмкін да, жүргізбей, тірсектер қозғалмай қалуы мүмкін да. Мысалға мен практикамда бір әйел болды, психолог маман ретінде, орнымнан тұрғым келмейді дейді. Түк істей алмаймын, бұрын мен жүретін едім, жүргім келмейді қазір, жата бергім келеді дейді. Басымды көтере алмаймын дейді. Видеомен сөйлесіп отырмын, қабақ деген былай түсіп кеткен мына жеріне дейінше. Үйде ешкімді көргім келмейді дейді. Таң атқаннан кеш батқанға дейін пердені қап-қараңғы қылып жауып тастап, тек жата бергім келеді дейді. Жын ғой, жын бар ғой. Қараңғылай ма, уже бойында жын бар деген сөз. Сосын мына жер қабақтары түйіліп қала ма, уже мына жерде түйін бар, болмаса жындар жата береді ол жерде. Жындар жатпайтын жер жоқ. Қаста да жатуы мүмкін, көзде де, тілдің ұшында да, қолтықта да жата береді. Сосын мына әйелдерде жаңағы киста, миома, фибриома деген болады ғой, капсула жата береді бұлар. Талай мен оқыдым ғой, оқығаннан кейін жын шығарған жаңағылар жоқ болып кетеді болды. Сонда өйткені анау капсула жасатады, денеге мысалы адам тамақ жейді ғой, тамақ ішкен кезде қан арқылы сол капсула ішіне жатады да, сол питание келіп тұрады, сөйтіп жата береді, қозғалса. Сосын көбісі оқиды да, жындарды күші жетпейді. Өйткені капсуланың ішіне оны оқу, қозғап бері шығару керек контактқа. Сол жаңа айтып отырмын ғой, кейбіреулер жаңағы шыңғырып алса, көбісі жаңағы контактқа шықпайды, өйткені капсуланың ішіне жатады. Оқыған кезде сол уже жаймен қозғала бастайды, ана жер тырысып жатыр бір жеріне, уже қозғалып жатыр деймін. Сондай да, сол үшін да ол әркімге әртүрлі. Кімнің деңгейі, жаңағы кірген шайтаны қандай деңгей екен, сол кезде білуге болады да. Енді мысалға әйелдер босанады, роддомда боламыз. Балалар босанған кезде бізде айтады ғой, 2 сағатқа дейін ұйықтауға болмайды дейді. Өйткені жан-жағыңнан жаңағы әйелдің әлсіз жатады ғой енді, әлсіз. Менің естуімше, жындар адам бойы әлсіреген кезде кіріп кетуі мүмкін дейді. Портал ашық тұрады. Сол кезде портал ашылады. Бұлар енді ғалымдар дәлелдеген ғой, қай кезде жындар кіре алады, қатты қайғыда болған кезде кіре алады, қатты қуаныш болған кезде портал ашық тұрады, қатты қорқыныш болған кезде, үрей болған кезде, сосын қатты бір ашуда гнев дейміз ғой, қатты бір қазақша айтады ғой, жынданып тұрады ғой, сол кезде ол жындар момент кіріп кете алады. Сосын түнде ұйықтап жатқанда да кіре алады. Өйткені көп адамдар солай болған, өйткені бір қызды оқыдым мен. Айтады, мектеп бітіретін кезде кірді, білем дейді да. Қалай сездім десем, түнде ұйықтап жатамын дейді да, сосын арасында оянып кетсем, анандай бір бөлменің анау потолокта угол болады ғой, сол жерде ілініп тұрады, қарап тұрады дейді. Бір әйел бейнеде, шашы ұзын дейді, постоянно қарап тұрады дейді. Бір күні ұйықтап жатамын, оянып кеттім дейді да, қарасам көзім сол әйелге түсіп кетті дейді. Бір кезде тұрып тұрды дейді, анау әйел жайме, мен жақындап кетті дейді да, и денеме кіріп кетті дейді. Сол кезде денем бәрі ұйып қалды дейді. Просто кіріп кетті еще. Сол кезде анау қыздың бойында портал ашық болған, ол білмеймін не себептен екен, может көз тиді ма, жын кетті, кіріп кетті. Болды. Адам әлсіреген кезде сондай, кіріп кетуі мүмкін. Өйткені көз тию, зависть дейміз ғой, бәрі негатив болып есептеледі. Негативный энергетика дейміз ғой, ол жоқ емес, ол бар нәрсе. Неге пайғамбарымыз айтты, көз адамды өлтіріп жібереді деп. Өйткені негативный энергетика ол бар. Даже малдарды өліп қалып жатыр мысалы. Өзі малын жақсы көріп, жылқыларын жақсы көріп жатыр, мысалы видео көресің, жақсы сипап, сүйіп жатыр, бұрылып кетіп қалса, жылқысы құлап өліп жатыр уже мысалы.
хозяинның өзі егесі көз тию жоқ қалып жатыр мысалы жануарлар. Сол сияқты жаңағы көз тию болсын, жаңағы қызғаныш болсын, ол негативный энергетика. Ол былайша көрінбейді көзге, бірақ ол бар. Сол кезде адам порталы ашылады. Енді үй жағдайында отырған адам, иә? Мен сияқты әйелдер болсын. Сондай бойында агрессия болса, ашу, кек болса, бойында жын бар екенін қалай білуге болады? Қалай білеміз үйде отырып? Оның себептері көп қой, жын. Мысалға бір Құран аяттарын оқу арқылы бойымызда жын бар екенін біле аламыз ба? Білуге болады, бірақ енді Құранды көбісі білмейді ғой. Көбісі намаз оқымайды. Бірақ негізі аятул курсиді оқса, 1,5-2 сағат оқса, адам бойына жын болса, зіл басып кетеді бірден. Өйткені ол адам өзі құлшылық жасайды ғой, өзі зікір айтқан кезде, тем более аятул курси Құранда ең мықты аят болып есептеледі ғой. Соны оқыған кезде бойына жын болса, бірден ана адам әлсіреп ұйқысы келіп есіне бастайды. Даже менде случай болған, бір жігіт звондады басқа қаладан. Қоймады қайта аға сонда мазам болмай жүр. Сізге барайын десем қиналып тұрмын. Қалай білсем болады, бойымда жын бар ма жоқ па. Сосын айттым, аятул курсиді оқы 2,5 сағат. Сосын өзгеріс болса, бойында жын бар дедім. Сөйтіп 2 күннен кейін жаңа жігіт жазып тұр. Сағат оқи бастаған кезде бірден ұйқым келе бастады дейді. Сосын сіз айтқаннан кейін тоқтаған жоқпын да, әрі қарай оқи бастадым. 1 сағат келген кезде денем зіл баса бастады деді. Сосын 1,5 сағат оқыған кезде мұрнымнан қан кетті дейді. Кәдімгідей жазып отыр. Сосын сіз айтқаннан кейін мен 2,5 сағат апардым дейді. 2,5 сағат апарған кезде дейді, шаршап қалдым кәдімгідей дейді ғой. Жатқым келіп шаршап қалып бытышпа. Уже білдім бойымда жын бар екен дейді. Сама диагностика да. Бірақ енді өкінішке қарай аятул курсиді бәрі білмейді да. Бірақ ең мықты тексеру сол аятул курси. Енді ол кісі дәлше ары қарата сізге келді ма? Келген жоқ, қаражатым көтерілмейді дейді да жас жігіт. Сізге барайын десем жағдайым көтермейді. Сосын мен айттым, осындай сөйледі, оқы, тыңда, сосын аятул курсиді көп оқып жүрдім. Бірақ бұл қиын жері жындар уасуас тастап жібереді. Даже рухия келіп жүрген адамдардың өздерін қашыртып жібереді. Олар ондай қулықтары бар. Жарты жолдан тастап кетуі мүмкін. Иә, даже онан да случай болған. Подъездге келіп тұрып, подъезден бұрып кетіп қалғандар да болады. Өйткені ол өздігінен емес, ана шайтандар уже. Келтірмейді. Таза болса, болды. Жазда мынандай бір нәрсе болды. Бір кісілер Алматыдан келді. Жаңа жігіт келіп тұрды, үсті басы шаң-шаңда, маңдайы бүйтіп жүріп алыпты. Не болды десем, жаңа сіздің подъезд алдынан келсем, ешкім жоқ дейді. Біреу аяғыма подножка беріп өліп түстім дейді. Ана ішінде жындар шалып тұр ғой. Келіп тұр, тізесінің бәрі неғып қалған, шаң-шаң болды да. Аға қатты құладым дейді да, біртүрлі екен дейді да. Мен айтамын, жындар саған кедергі жасап тұр оқиғаға. Таза ақиқат. Адам бойында жаңағыдай неше түрлі жындар болатын болса, адам бойында мыңдаған жын болуы мүмкін. Ғалымдар дәлелдеген, адам бойына қанша шыбын қона алады, соншалықты жын болуы мүмкін. Сосын мынандай нәрсе бар, көп адам білмейді. Енді мен тәжірибемде бір жын болғанда онша сезіле қоймайды, бір жыннан көп болса, адам бойына сасық иіс шығады уже. Ол иісті мен жақсы білемін. Уже кіргеннен қасынан өткеннен білесің, уже оқымай-ақ айтуға болады адам бойында жын бар екен. Сондай бір мәйіттен ішіп кеткен, сүйектен ішіп кеткен, сасып кеткен ет болады ғой, сонда иіс шығып тұрады іштерінен. Бірақ өздеріне сезілмейді ол. Сонда қиын нәрсе да. Сөйтіп те әнеге болады, анықтауға болады адам бойына жын бар екен. Айтады ғой, нелер көп, белгілер көп оның. Сосын жаңағыдай, былайша үйде жүрген кезде адам өзінің бойында жын бар екен қалай тексерілсе, онда былайша айтқан кезде кейбір айтады, не істесем де зіл басып тұрады дейді. Шаршай берем дейді да, жатқым келеді. Соның өзі белгі бойында жын бар деген белгі. Сосын не істесе де, жұмысқа тұра алмайды. Жұмыс істесе, ақша тапсаң да берекесі жоқ. Бір жерге жұмысқа тұрайын десем, жаңағыдай қабылдамайды. Кедергілер көп болады. Кедергі көп, кедергі уасуас дейді. Өйткені ол бар нәрсе, Пайғамбар саллаллаху айтқан кезінде Алла тағала адамды дүниеге жаратады ғой енді. Адам дүниеге келген кезде Алланың құдіретімен әр адам қасына Қорин деген жын қосып қояды. Қорин деген Құранда нашар серік деп аударылады. Сол әр адам қасында болады, пайғамбардың қасында да болған, бірақ ол Алланың қалауымен мұсылмандық қабылдағанда пайғамбарымыз тек жақсы нәрсе айтатын болған. Басқа адамдар бәріміздің, сенің де, менің де бәріміз қасымызда ол қарендер бар. Сол қареннің өзі уасуасқа жеткілікті. Мысалы, сен бір жерге жұмысқа барасың,
жұмысқа тұруға барасың, жаңағыдай неден өтесің, собеседование өтесің ғой. Мына қарин барады да, ана адам қасына қаринға айтады, бұны жұмысқа алмаңдар дейді, болды. Сосын анау қарина барады да, мына құлағына айтады, оннан не подходит дейді. Болды, сонымен ана адам айтады, біз сізге хабарласамыз дейді, сонымен қалады ғой, жауапсыз қалады да. Болмаса жаңағыдай сиқыр жасаған болса да сөйте береді. Жаңағыдай көз тиген болса да, оның бәрі ризыққа байланысты. Өйткені ғалымдар дәлелдеген, көз тиген болса адамға аяқ пен қолға қатты әсер береді. Неге? Өйткені адам аяқпен шығады ғой ризық іздеуге, қолмен ризықты алады. Сол қол мен аяққа байлана бастайды түйіндер. Оны да дәлелдеген ғалымдар. Көбінесе көз тиген оқыған кезде сол тізеден төмен буындар қақсайды. Біресе тоңады, біресе қызады, біресе теріс шығады денесі, жаңағыдай. Біресе температура көтеріледі, біресе жаңағыдай тоңамын дейді. Кейбір айтады, жазда шілдеде шілдені ыстық қой, шілдені өзі тоңып жүрмін дейді. Оның бойында уже көз бар деген сөз. Сондай белгілері бар да. Сиқыр болатын болса, жаңағыдай денесі зіл басып жүреді, мышцалар, жаңағы мышц дейміз ғой, буындар шашап жүреді. Сосын айырмашылығы көз тию мен жаңағы қасат дейміз ғой, қызғану. Ол көбінесе сүйектерге қатты әсер береді. Сонда сүйекке дейін өтіп кетеді. Сүйекке дейін өтіп кетеді. Сиқыр көбінесе буысық етте болады, мышцада. Терең бармайды да. Содан білуге болады белгілері. Оқып атқан кезде айтады, жаңағыдай сүйектерім қақсап жатыр. Бірақ жаңағы мен 8 ай оқыдым дедім ғой баланы, оныкі жаңағы қызық болды да, бүкіл денесін шешіп келдім ғой, басынан бастап бүкіл денесін шешіп келдім. Бәрін шешіп келгенге ең соңына сөйтсем сүйекке байлап тастапты. Тобықтың айналасы бар ғой, тобықтан төмен аяқта 25 сустав бар. Сол оқысам, мен айтам, ана жерін бәрін шилеп тастаған десем, өзі айтады, я мына жерде былай сезіп тұрмын дейді да, ұйқастырып байлап тастаған сияқты дейді. Соны өзім 1,5 ай оқыдық қой. Беді шилеп байлап тастаған ал сүйекті. Енді оңайлықпен шықпайды ғой. Сонда да көрдім ба, қулықтарда ана бәрін шешіп келдік, ең соңына сөйтсе сүйекке байлап тастапты. Ол негізі ең қиын сүйектен шығару. Сосын сиқыр кастей деген бар, сүйекке де сиқыр жасайды. Кейбір адам айтады, сүйегі шіріп жатыр дейді, ол сиқырдан болады. Сиқырлар ғизам деп айтады оны. Ондай да болады. Түрі көп айтады, түрлері көп оның. Кімге қалай жасайды, солай әсерін береді. Міндетті түрде. Енді біз ол тылсым бір дүние ғой, бізбен бірге қатар жүретін жын деген. Енді біз одан қалай қорғана аламыз? Бала шағамызды өзіміз қалай қорғана аламыз? Мысалға әйелдер біздер әлсіз болып келеміз ғой. Эмоциональный болып келеміз. Біз айқайлап жіберуіміз мүмкін, жылай салуымыз мүмкін. Біз бала болуы мүмкін да, мысалға қалай қорғанамыз? Жолдары бар ма? Қорғанатын жолдары көп қой, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан ғой, жын мәселесі негізі нәпсіге сынақ. Адам нәпсіне неғұрлым ерік көп берсе, соғұрлым жындар азғыра береді. Неғұрлым жинақы жүрсе, жындар алыстау жүреді. Енді ең бірінші дәрет, сосын адам ниет таза болу керек қой. Ниетің, намазың, сосын құлшылық, дұға да жүру керек, сосын ең маңызды Аллаға тәуекел болу керек. Өйткені көп адамдар айтады, жын кіріп кетті, неге кіреді, қалай кіреді дейді. Мен айтамын, сен Аллаға тәуекел етсең, Алла тағала сені қорғайды. Сол үшін де Аллаға тәуекел етіп үйренсең, ештеңеден қорықпайсың. Негізінде солай. Тәуекел болса, таңертең тұрғаннан кейін Аллахым бір өзіне тәуекел еттім дейсің, болды. Соның өзі жеткілікті негізі. Қарап алсаң. Сен қаншалықты дұға етіп, мына аяттан оқып Аллаға тәуекел болмаса, сен толықты Аллаға өз-өзін тапсыра алмасаң, саған кім көмектеседі? Мысалы, анау уағыздарда бар ғой, мысалы енді аттарын айтпай-ақ, реклама сияқты болып кетер. Мысалы, екі иықтағы періште дейді мысалы. Екі иықтағы періште, олар мысалы бәрін жазып отырады. Сен не айттың, дәлме-дәл соны жазып отырады. Қалам дейді, көтеріп тұрады, жазып отырады. Одан бөлек 4 періште бар, 4 жағымыздан жетін. Олар бізді қорғайды Алланың әмірімен. Мысалы, бір нәрсе саған тимеу керек болса, олар қорғап қалады. Сен мысалы құлап барасаң, бір ұстап қалсаң, ол сені қорғап тұр да, тіреп қалып тұр. Саған міндетті түрде мысалы маңдайыңа бар тас тию керек болса, сен маңдайың жазылған болса, ол жын араласпайды, анау тас келеді, маңдайынан тас өткізеді. Оны нені білдіреді? Адам не істесе де, қалай қорғанса да, Алланың қалағаны болады да. Баяғыда пайғамбар саллаллаху кезінде Жибрил алейхиссалам келді, айтты ғой, не істесең оны істе, қалай өмір сүрсең солай өмір сүр, бәрібір өлесің деді. Дұрыс қой, пайғамбар мысалы. Сондай нәрседе
сол үшін Аллаға тәуекел, бір Аллаға тапсыру керек. Саған бір азап келетін болса, сені бәрін ешкім құтқара алмайды. Сені өткен тағдырыңа сақ жазылды ма, ол сен сол сақтан өтесің. Сенің балаң болсын. Біз бәріміз балдарын жақсы көреміз ғой, бірақ ол балдарды Алла жаратқан. Оның жанында Алла жаратқан. Ол сенің бала өзінің сынағын көреді, сен өзінің сынағын көресің. Тазасы ғой. Сол үшін ең маңызды тәуекел. Бірақ зікірлерді ұмытпау керек. Зікірлерді оқып, Алланы ұлықтау керек, Алладан жәрдем сұрау керек, Алладан кешірім сұрау керек. Зікірдің түрі көп қой. Әркім өзіне тіліне жеңілін таңдайды ғой. Ықылас, Фалақ, Нас, Фатиха, Аятул Курси оқып, нұрдың үстіне нұр. Тіпті жақсы болады. Иншаллах.